Қалайсыңдар, менің қымбатты скептиктерім, оптимистерім, теоретиктерім және әсіресе экономистерім. Сіздер, бәлкім, презентация, кестелер, статистика, графиктер күтетін шығасыздар. Бірақ жоқ, бұл презентация емес, бұл МММ-ді саусақпен түсіндіру. Өйткені мен түрлі костюм киген қаржыгерлерден айырмашылығым, әрқашан бәрін қарапайым тілмен түсіндіремін. Айпасыз, пайсыз және басқа да қысқартуларсыз. Мен қазір бәріне түсінікті тілмен біздің жүйенің қалай жұмыс істейтінін түсіндіремін. Өтіріксіз, әдемілетусіз, уәде бермей. Және бұл сіздерге ұнау үшін емес. Мен доллар емеспін ғой, бәріне ұнай беретін. Сондықтан тыныш жер табыңыздар, миыңызды іске қосыңыздар, телефонды шекке қойыңыздар. Бүгін өзіңіз үшін ең болмаса бір пайдалы іс істеңіздер. Сіз не түсінесіз? Не болмаса бұрынғы өміріңізге оралып, қайтадан банкке барып, сол айтқандай жоғары сервис деңгейін іздейсіз. МММ жүйесі бұл бизнесте емес, стартапта емес, қорда емес, крипто жобада емес. Бұл келісімдерге негізделген ішкі экономика. Бітті. Бұл адамдар бір-бірімен бақалшақ немесе інжу алмасып, оларды басқа игіліктерге айырбастаған замандардағыдай. МММ билеттерменде дәл солай, тек олардың бағамы өсіп отырады. МММде делдалдар жоқ, иесі жоқ, салық қызметі де, банкирлер де жоқ. Тек қатысушылардың жиі ережелерімен және бір-бірімен келісімі ғана бар. Біреуі билеттерді сатып алды, өйткені ертең олар қымбаттайтынын біледі. Екіншісі сатты, себебі ақша керек болды. Үшіншісі сатып алып, қатырып қойды. Барлығы. Міне, бұл жүйе. Ешқандай сиқырлы түйме жоқ. Бәрі өмірдегідей. Сұраныс болғанда билеттердің бағасы өседі, өйткені олар шектеулі. Қатысушылар саны артқанда билеттерге сұраныс та өседі, демек, жүйе өмір сүреді. Бағамды сен басқарасың, сен жүйесің. Бір ғана ереже, сен жүйедесің, жүйе жұмыс істейді. Шықтың, жүйе сені байқамайды. Мұнде ешкімге байланбайды, ешкімге қысым жасалмайды. Қатыса аласың ба, қатыс, алмасан демек дайын емессің. Неге МММ жұмыс істейді? Өте қарапайым. Бұл сіздердің ақыларыңызда жұмыс істейді. Біз ешкімді сатып алған жоқпыз, алтын кені де тапқан жоқпыз. Біз бәріміз бірдей шартпен ойнауға келістік. Ақша бұл қоғамдық келісім. Қағаз ақшаға тек бәрі оған сенуге келіскенде ғана айналады. Дүкендегі сатушыға Ресей банкі билеті деп жазылған қағаз берсең, ол сағаннан береді. Неліктен? Өйткені олда сен сияқты оның ақша екеніне сене. МММ жүйесінде мұндай қағаздар билет деп аталады. Тек біз тағы да келістік, бізде билеттердің бағамы өсіп отырады. Қаласаң билеттерді тез сат. Қаласаң жоғары бағаны күт, билеттерді өзіңге ұстай тұр. Біреулер үстінен бонус алғысы келеді, достарын, таныстарын шақырады. Біреулер келеді, біреулер кетеді, бірақ жүйе түрі ағза сияқты. Адамдар қатысады, сондықтан ағза өмір сүреді. Ол өмір сүріп тұрғанша бағам өседі. Бәрі қарапайым. Және сұрақ, неге мұн ұзақ жұмыс істейді, ал пирамидалар жоқ? Өйткені мұнда идея, тірі адамдар, әдемі уәделер жоқ. Бәрі нақты, басқарылатын процесс. Бәрі бір сәтте билеттерін сатып жібермес үшін. Жалпы мен бұл жүйе туралы ұзақ айта аламын. Кел, тіркел, бәрін өз көзіңмен көресің. Айтпақшы, банк жүйесі де пирамида. Тек ол жерде бұл туралы айтпайды. Иә, саған айтады, ақшаңды жылына 18%-бен бер. Бірақ мерзімінен бұрын шешсең, ештеңе алмайсың. Ал МММде бәрі түсінікті курс өседі. Қаласан сат, қаласан ұстап тұр. Бәрі ашық әрі әділ. Сондықтан бұл жұмыс істейді. Енді басты сұрақ, МММде қалай бәрінен көк табыс табуға болады? Бәрі оңай, жүйенің өміріне көбірек қатысу керек. Мұнда бақылап отырған немесе бәрі сенімді болғанын күтіп жүрген адам не болмаса пікірге. Бұл алаяқтық, менің көршім осылай көлігінен айырылды деп жазатын адам табыс таппайды. Әрине, енді бастауға кеш деп ойлайтын адам да табыс таппайды.
Ал көп билет сатып алып, оларды ұстап сатпайтын, тек өмір сүруге қажет болғанда ғана сататын, құрылым құрып, одан пайыз алатын, ұйымдастырушылық және түсіндіру жұмыстарын жүргізетін, жарнамаға көмектесіп, басқалардың мұн туралы білуіне ықпал ететін адамдар ғана табыс табады. Мысалы, сен 25-ке 10 мыңға билет сатып алдың. Иә. Бір айдан кейін курс 16%-ға өсті. Енді 11.600 болды. Сап немесе әрі қарай ұстай аласың. Енді елестетіп көр. Сен 3 айға аса табысты билеттер сатып алдың. Олардың бағасы 2 еселенді. Досыңды шақырдың, оның билеттерінен тағы 10% алдың. Ондық басшысы болдың, өз ондығыңнан тағы 5% алдың және осылай жалғаса береді. Бәрі сенің қолыңда. Яғни, сен барлық ынталандыруларды жүйені қолдағанда ғана аласың, оған бір аяғыңмен кіргенде емес. Міне енді сенде 10 мың емес, 110 мың бар. Отырып күткің келеме? Ендеше отыр. Ешкім сені зорлап жатқан жоқ. Мұнда рұқсат беретін бастықтар жоқ. Мұнда мақұлдайтын банкирлер де жоқ. Тек сатып алу, сату және шақыру батырмалары ғана бар. Сен ересек адамсың және не істеу керектігін өзің шешесің. Басқаларға қарап бұрынғыдай өмір сүресің бе, әлде өз бетіңше әрекет етесің бе? Мен 94 жылы, алғашқы мым болғанда да 2011 жылы да болдым. Көп адамды көрдім. Соңында кімдер табысқа жетті деп ойлайсыз? Ең ақылдысы да, ең байы да емес, ең жылдам әрі батылдары. Бұл қалай болды? Міне бір оқиға. Мұның де менің бір таныс жігітім болды. Қарапайым программист 10 мыңға билет сатып алған. Бір айдай күтті, қараса 12 мың болыпты. Күліп әрекет етуге бел буды. Сол кезде ол ондықтың басшысы болды. Оның құрылымында шамамен 150 адам болды. Ал оның 10 мың теңгесі сол кезде кем дегенде 50 есеге өсті. Бір күні ол маған не деп жазғанын білесің бе? Сергей, мен өмірімде алғаш рет бастыққа жағынып жүрмей-ақ ақша таба алатынымды түсіндім. Түсінесің бе? Осындай оқиғалар үшін өмір сүреді. Енді артық табысты билеттерді бұғаттау туралы. Қара, сенде 2 жол бар. Біріншісі, кәдімгі билеттерді сатып алу. Оларды бір айдан кейін сата аласың. Олар әдеттегі бағаммен өседі. Екінші жол, артық табысты билеттерді сатып алу. Олар 3 айға немесе одан да көп уақытқа бұғатталады және олардың табыстылығы бірнеше есе жоғары болуы мүмкін. Билеттер бұғатталады деген не? Яғни, оларды мерзімінен бұрын сата алмайсың. Яғни, ойыңнан айнып бәрін қайта өзгерте алмайсың. Бәрі бұғаттау уақыты біткенше сен ойыннан тыссың. Есесіне кейін оларды бірнеше есе пайдамен сатасың. Жүйе сенің сабырлылығың үшін алғыс айтады. Ашкөздік жасамадың, асықпадың, әбігерге түспедің. Сол үшін көбірек алдың. Банктік салым бұл асқы қосылған тұздалған қияр сияқты. Ал мөндегі аса жоғары табыс бұл қызыл уылдырық сияқты. Банкаға қияр салдың, жарты жыл ұстадың, ашып қарасан қызыл уылдырық болып шықты. Егер шын айтсақ, аса жоғары табыстар бүкіл жүйеге көмектеседі. Бағамға қысымды азайтады, өсімді тұрақтандырады. Сенің алып сатар емес, қатысушы екеніңді көрсетеді. Тұрақтылық тәртіптен басталады. Бұл негізі. Міне бүкіл құпиясы осы. Енді құрылым туралы сөйлесейік. МММдегі құрылым бұл сен шақырған және сенің рефералдық нөміріңе тіркелген адамдар. Әрине, сен жалғыз өзіңге қатыса аласың, ешқандай мәселе жоқ. Бірақ егер мымның не екенін шынымен түсінсең, бұл туралы бәріне айт. Басқалар да білсін. Сен жүйенің дамуына көмектесесің әрі қосымша табыс табасың. МММ саған бонус ретінде 10% береді. Егер сенің адамың билет сатып алса. Тіпті ондық басшысы мәртебесі үшін де қосымша төлем жасалуы мүмкін. Бәрі оңай. Егер сенде 8-10 адам болса, сен қазірдің өзінде ондық басшысың. Жарайсың. Ондықтағы адамдарға көмектесесің, әрі бүкіл ондықтың айналымынан тағы 5% аласың. Егер сенің өз ондық басшыларың пайда болса, құттықтаймын, сен енді 100-дік басшысың. Міне саған тағы 3% қосылады. Өз ондығыңнан бөлек бүкіл 100-діктен.
Егер сенің астында 100 адам жиналса, сен енді мыңдық басшысың. Ашиде отырып ақмен қаржылық жүйені қалай құрдың деген кітап жаза аласың. Мыңдық басшысы бүкіл мыңдықтан 5 және 3% алынған жерлерден басқа тағы 1% алады. Тағы да бонустар болуы мүмкін. Мен жағдайға қарай, кімге қандай белсенділігі үшін ынталандыру беретінімді қарап отырамын. Бонустар бұл жүйенің дамуына, алға жылжуына және оған қамқорлық жасағаным үшін жүйенім саған алғысы. Бәрі әділ, уақытыңды бөлдің, ақшаңды алдың. Ондыққа адам келсе, ол да алады. Бұл жерде 100 мыңға тауар сатып алып, айдың қола директоры мәртебесін растау керек деген әңгіме жоқ. Сені ешкім вебинарларға қумайды, сол жақ аяқпен 2 есе айналым жаса деп те талап етпейді, тағы басқа да жоқ. Егер ештеңе істемесең де жарайсың, бірақ табыс таппайсың. Бірақ ең бастысы, сен ештеңеге міндетті емессің. Сені ешкім зорлап кіргізбейді. Бірақ егер қолыңнан келсе және жасасаң, жүйе сені марапаттайды. Онда неге курс өсіп жатыр? Бұл қандай сиқыр? Мен бұны бұрында айтқанмын. Бәрі тек бір нәрсеге байланысты адамдарға. Адамдар көбейіп жатыр. Олар билет сатып алады. Мұны туралы айтады. Барлығы. Билет курсы бұл сіздің белсенділігіңіздің айнасы. Неғұрлым көп билет сатып алынса, курс соғұрлым жоғары, жүйе соғұрлым сенімді. Неғұрлым көп билет тоңастылса, сату қысымы азаяды, демек курс та жоғарылайды. Міне бар болғаны осы, басқа себеп жоқ. Бұл биржадағы акциялар емес, бәрі сатып жіберіп, нарық құлағандай, немесе Илон Маск твиттерде көзін қысып, мемкойын аспанға ұшқандай емес. Бәрі қисынды. Сұраныс болса, ұсыныс болады. Ешқандай цифрсыз. Сен сатып алдың, курс өсті. Сен тоңазыттың, курс тұрақты. Сен біреуді шақырдың, курс жоғарылады. Сен жай ғана қатысушы емессің. Сен осы механизмнің бір бөлшегісің. Міне нағыз экономика тірі монополиясыз, биржасыз және айлашарлысыз. Енді әрі қарай. Біз ең қызықты сұраққа келдік. Мұнда қанша табыс табуға болады? Жауабы бұл өзіңе байланысты. Мен бұрында айтқанмын, мұнда уәде жоқ, кепілдік жоқ. Тек қатысушылардың шарттары мен келісімдері бар. Бәрі адамдарға байланысты, бәрі сенің қолыңда. Қаласаң билеттерді 1 айдан кейін сат, қаласаң 1 жыл, 2 жыл ұста, бұл 100% дейін жетеді. Табыс табуға да болады, бәрін жоғалтып алуға да болады. Егер сен естідім, жүгірдім, саттым режимінде өмір сүрсең, онда тиын тебен ғана аласың. Бәрі өмірдегідей. Біреу картоп еккен, бірақ шыдамай қазып алып, жеп қойған. Сөйтіп, ештеңесіз қалды. Басқасы 1 маусым күтті, енді оның қап-қап өнімі бар. Барлығы, мәселе төзім мен таңдауда. Мысалы, сен 10 мың салдың, 1 айдан кейін 11.600 болды. Шығарып алуыма да болады, қатырып қоюыма да болады. Қатырып қойсаң, шамамен 23 мың болады. Біреуді шақырсаң, бонус аласың. Ал енді 10-дыққа айналсаң, мейрамханаға да барып тұруға болады. Ешкім кедергі келтірмейді, ешкім мәжбүрлемейді. Қорқатындар болса, сперге барсын. Түсінгендерге қош келдіңіздер. Жарайды, философияны доғарайық. Енді іске көшейік. Қатысамын десең, сайттан билет сатып ал. Бастапқы баға 1 билетке 100 теңге. Курс айына 16%-ға өседі. Әзірге осылай. Кейін курс жүйенің белсенділігіне байланысты болады. Және өздеріңіз білесіздер, ешқандай кепілдік жоқ, ешқандай уәде жоқ. Басты шарт жаңадан келгендерге билеттерді ең көбі 1 айға ғана сатып алуға болады. Оларды 1 ай толмай сату болмайды, түсіндірейін. Бұл аутсатарлық, дүрбелең мен жылдам әрекеттер болмас үшін. Сен қатысушысың ба? Онда қатыс. Егер таңертең сатып алып, кешке сатып жіберетін аутсатар болсаң, бізге келмейді. Біз жүйенің тұрақтылығын қолдаймыз. 1 айда бәрі қалай жұмыс істейтінін де білесің. Сосын қалағаныңды істе.
Сат, әрі қайыста 3 айға не одан да көп уақытқа орналастыр, жоғары табысты ретінде қатырып қой. Сонда пайыздар да әрине майлырақ болады. Бәрі қарапайым сатып алуға болады, фиатқа да, криптовалютаға да. Иә, меніңше қазір қалай болса да болады. Сатып алып, жеке кабинетіңде билеттерді көрсең, бәрі сен жүйедесің. Курс өсе бастады. Курс бәріне бірдей. Жеке акциялар, жеңілдіктер, түрлі сатылымдар жоқ. Сондықтан өзің түсініп ал. Ал түсініп жүргенде есіңде болсын. Неғұрлым ерте билет алсаң, соғұрлым курс тиімді болады. Иә, әрі қарай. Мұным туралы. Біз жас стартап емеспіз. Мұным бұл атышулы ескі оқиға. 1994 жылы мен елді дүр сілкіндірген жүйе жасарым. Адамдар тек ақша тапқан жоқ, олар қаржылы еркіндіктің дәмін сезінді. Кезектер, кассалар, билеттер бәрі жақсы болды. Иә, бірақ әлсіз тұстарда болды. Қолма-қол ақшаның көптігі, иә, оны камаздармен таситын, бәрін бір жерде қолмен сақтайтын, ешқандай қорғаныссыз, заманауи технологиялар мен банктерсіз. Билеттер қатып қалмайтын, әрқашан сатып жіберуге болатын. Сен қалай ойлайсың, мемлекет мұны ұзаққа дейін шыдады ма? Әрине жоқ. Олар жай ғана келіп бәрін өшіріп тастады. Сотсыз, түсіндірмесіз. Өйткені біз тым үлкен әрі тәуелсіз болып кетті. Ал 2011 жылы мен ММД онлайн қайта іске қостым. Ақылдырақ болдым. Жүйе тағы да жұмыс істеді, төледі, қайта дамыды. Бірақ онда да қателіктер болды. Билеттердің табыстылығы тым жоғары болды. Курс күн сайын емес, сағат сайын өсіп жатты. Адамдар не істеу керектігін түсініп үлгермей жатты. Әрине, мені процестен қалай барынша ажыратуға тырысты, ойлансын деп. Сірә, адамдардың ақшасы көбейіп, еркін бола бастағаны ұнамаған шығар. Жарайды, қазір 2025 жыл. Мүмкін болғанның бәрін ескердім. Қорғалатын сайт бар, жеке кабинетте қауіпсіз, билеттердің өсу курсы бір қалыпты, жүйенің балансын ішкі бақылау бар. Енді фиатты қоймалар жоқ, бәрі цифрлық, блокчейн, криптовалюта, тағы да көп нәрсе бар. Ойлануға уақыт болды. Қорытынды жасамайтын адам қателігін қайталайды. Ал қорытынды жасайтын адам жаңа жүйе құрады. Сондықтан қош келдіңіздер. Банк туралы. Өз банкі. Билеттері бар адамдар көбейгенде, олар тірі ағза сияқты болады. Ал ол өз қан айналымына, өз қан тамырлар жүйесіне мұқтаж. Сондықтан халықтық өзара есеп айырысу жүйесін енгіздік. Бұл классикалық мағынадағы банк емес, банкоматтар мен талон бойынша кезек тұратын жер емес. Бізде децентрализденген қаржы жүйесі бар. Ол қатысушылардың өз қаражатын қозғалысымен сақталу үшін қажет. Ал қатысушылар бұл банктың филиалдары сияқты. Жүйенің өз билеттер биржасы бар, төлем шлюзімен, тәуелсіз, өз ережелерімен. Енді ойымша не үшін екені түсінікті. Банктерге де, төлем жүйелеріне де, реттеушілерге де тәуелді болмас үшін. Қажетті барлық нәрсе ішінде бар, билет сатып алу, активтердің қозғалысы, қаражат шығару, қатысушылар арасында айырбастау, құрылымды көрсету, шаттар, техникалық қолдау. Және мен тәулік бойы, аптасына 7 күн онлайн боламын. Егер бірдеңе болса, жаза бер. Енді скептиктердің сүйікті сұрағы. Ал егер бәрі құлап қалса ше? Зағиды, ашық айтайық. Ал егер басына кірпіш түссе, немесе доллар құласа, не болма? Банк шотыңды бұғаттайды, әйелің кетіп қалады. Ондайда болады. Кітті жинни кездесен. Жиі адамдар қатысып тұрғанша жұмыс істей береді. Курс та өседі, егер бәріміз осыған араласса. Бұл бізге уәде бергендіктен немесе келісім шартта жазылғандықтан емес, адамдар өздері келіскендіктен. Тірі шынайы қызығушылығы бар адамдар.
Ал егер сені тек бәрі қашан құлайды деген сұрақ қана қызықтырса, онда менде қарсы сұрақ бар. Сен қашан өзің бірдеңе істейсің? Қашан бастайсың? Қашан тіркелесің? Өз үлесіңді қосасың? Сен не жоғалтасың? Айлыққа қарап отыру, шығынды санау, дүкендегі бағаларды салыстыру, инфляция мен коммуналдық төлемдерден қорқу ма? Мен саған барлық сұрағына бірден жауап беремін. Айналаңдағының бәрі әлде қашан құлап қалған. Тек сен әлі оны байқамадың. Мүміде бәрі қарапайым. Иә, сен қатысып билеттерді тоңдырып, басқаларды шақырып жүргенде жиі өмір сүреді, өседі және бәріне төлейді. Мұна бұл кубиктермен ойнау емес. Ол мұнара сияқты құламайды. Бұл тірі ағза. Егер сен оны тамақтандырмасаң, ол өліп қалуы мүмкін. Оны тек өзіңнің қатысуымен ғана тамақтандыра аласың. Сонымен қорытындылайық. Сіздер сұрайсыздар, МММ басқалардан несімен жақсы? Жауап беремін. Біз жақсы емеспіз, біз басқамыз. Бізде өтірік жоқ. Ешкім биржада сауда жасап, дайын инвестиция мен кепілдендірілген табыс уәде етпейді. Бізде инвест жобалардағыдай елес жоқ. Сенімге ақшаңызды ұстап, бір күнде жабылып қалатын банк делдалдары жоқ. Басшылық жоқ. Ешкім мәжбүрлемейді, бұйырмайды және кешіккені үшін айыппұл салмайды. Бір ғана нәрсе бар, ол жеке қатысудан туындайтын нәтиже. Қолмен ұстауға болатын, нақты материалды. Барлығы, әрі тағы да талай қызық нәрсе бар. Блокчейн, жеке кабинет, бәрі ақылмен децентрализацияланғанында айтқаным ғой. Билеттерді сатып алуға шектеулі лимиттер де бар. Енді бізге бүкіл жинағыңды бірден қия алмайсың, әрі нарықты шайқалта алмайсың. Бәрі кезең-кезеңмен, өлшермен жүзеге асады. Ішкі айырбас, ішкі транзакциялар, өзіміздің қаржылық бақылауымыз бар. Сосын ешкім сізді бұғаттамайды, 5 рет паспорт сұрамайды. Және менің ойымша ең бастысы тәжірибе, түсінік, еркіндікке деген махаббат бар. Және әр қайсымыз барсыздар. Сонымен бәрі осы. Негізгісін саусақпен түсіндіріп өттім. Кім түсінбесе, қайтадан қарап шығыңыз, немесе тіркелде үдеріс барысында түсінесің. Немесе қатыспа, ол да бір нұсқа. Сіз қатысасыз немесе бақылайсыз. Үшінші жол жоқ. Тек кейін мүмкіндікті жіберіп алғаныңа өкінбе. Ал түсінгендерге қош келдіңіздер. Мүнуде бастықсыз, шағым кітабынсыз. Тек сен жүйе және оның функционалы. Барлығына бәрі төленеді. Біз көп нәрсеге қабілеттіміз. Біз